Сәлем достар, дәл осы 3 сәттен жөтелді қойдыратын сироп дайындайтын боламыз. Бізге керек осы алма, картошка, жуа. Ешқайсының сыртын ашпаймыз, тек қана тазалап жуып алып, осылай суға қайнатамыз. Менің видеома лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. YouTube каналымда пайдалы ақпараттармен бөлісіп жүрмін. Мінекей, картофелімізді, жуамызды, алмамызды осылай қайнатқан кезде осындай қоңыр түске енеді. Біріншісінде қайнап жатқан суымыз, одан кейін қызғылт түске енетін болады. Әбден қайнатамыз, бәрі осылай езіліп кетуі керек. Бұл құрғақ жөтелге көмектеседі және сол сияқты ылғалды жөтелге де көмектеседі. Осылай қайнатып әкеліп, қоңыр